Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге орыс тілінен жаңа тақырып өтетін боламыз. Бұл тақырыптың аты этод, это, эта, эти тақырыптары, яғни қазақ тілінде біз білетін сілтеу есімдіктермен танысатын боламыз. Этоны қай кезде қолданамыз? Это деген кез келген заттың не екенін нақты анықтап айтып тұрсақ, это сөзін қолданамыз. Родтарға қарамаймыз ол кезде. Мысалы, это ручка, это телефон, это девушка, это ол бұл, мынау деген мағынаны білдіреді. Мысалы, это кто? Бұл кім? Это что? Бұл не? Это водитель. Бұл жүргізуші. Это книга. Бұл кітап. Это моя сумка. Бұл менің сөмкем. Это твой папа. Бұл сенің әкең деп айтқан кезде қолданамыз. Егер затты сілтеп айтып тұрсақ, онда родтарға байланысты сөздерді қолданамыз. Мысалы, этот дегенді мужской родта, этаны женский родта қолданамыз. Это средний родта, эти множественное числода қолданамыз. Мысалы, этот дегенге мысал келтірейік. Этот магазин, этот телефон, этот момент, этот мир. Это средний родта, это сердце, это лето, это время. Келесі это женский род, это девушка, это книга, это жизнь, это любовь. Эти көпше түрде эти книги, эти уроки, эти девушки, эти дети деп айтамыз. Это веселая девушка, яғни бұл көңілді қыз деп нақты айтып тұрмыз. Ал эта девушка веселая десек, мына қыз көңілді деп айтқан кезде это қойдық. Эта девушка танцует, мына қыз билеп жатыр. Это красивый парень, бұл әдемі жігіт. Ал этот парень красивый болса, мына жігіт әдемі деп айтып жатырмыз. Этот парень играет болса, мына жігіт ойнап отыр. Это мокрые полотенца. Бұл дымқыл сүлгі. Это полотенце мокрые. Бұл сүлгі дымқыл. Это полотенце сушится, яғни бұл сүлгі кептіріліп жатыр. Это шумные дети. Бұл шуылдақ балалар. Эти дети шумные деп сілтеп айтсақ, ол кезде родқа байланысты этиге өзгерді. Бұл балалар шуылдақ. Эти дети играют. Тағы бір мысал, это фрукты. Бұл жемістер. Эти фрукты спелые, яғни бұл жемістер піскен. Этот виноград малиновый цвет, а это яблоко зеленый цвет. Спасибо за просмотр. Біздің білімгоу YouTube каналымызға тіркелуді, лайк басуды және де қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алда сіздерді талай қызықты видеолар күтіп жатыр.